келесі өтетін нәрсе бұл халықаралық стандарттар жүйесі. Халықаралық стандарттар жүйесі немесе СИ жүйесі деп беріледі. Халықаралық стандарттар жүйесі не үшін қолданады? Барлық елдер бір-бірінің жұмысын көру үшін, мысалы ғылыми еңбектерін көру үшін бір жүйені, бір өлшем жүйесін, бір стандарттарды қолданады. Өйткені әр ел өзінің ыңғайлы стандарттық жүйесі, өзінің ыңғайлы жүйесін қолдана беретін болса, ешкім бір-бірін түсіне алмайды. Сондықтан барлығы бір өлшем жүйесіне бағынады. Мысалы, Қазақстан өзінің пұт дегенді қолданып, Америка килограмм дегенді қолданса, екеуі бір-бірін түсінбей қалуы мүмкін. Дұрыс қой. Сондықтан барлық жерде бір келкі халықаралық стандарттар жүйесі белгіленген. Ол бізде СИ жүйесі деп аталады. Немесе IS International Standards. Осылай белгіленеді. Кез келген физика кітабының артқы жағында немесе белгілі бір беттерінде бұл жүйелердің барлығын өлшем бірліктері берілген. Мысалы, ұзындық метр, уақыт секунд. Уақытты секунд өлшем бірлігімен аламыз. Жылдамдықты метр бөлінген секунд. Және тағысын тағы. Мысалы, менің қолымдағы шын кітапта мына бір бетте барлық стандарттық жүйелердегі өлшем бірліктері берілген. Дәл қазір паузаға қойып скриншот жасап алсаңыздар болады. Болмаса, бұның барлығын Telegram группаға салып қоятын болам. Астында сілтемесі болады. Сол жақтан басып алсаңыздар, скачать етіп алсаңыздар болады. Басқа қандай атақты жүйелер бар деп ойлауларыңыз мүмкін. Сондай сұрақ келуі мүмкін. Басқа, мысалы, Англияның өзінің қолданатын стандарттық жүйесі бар. Мысалы, олар метр деген емес, фут деген өлшем бірлігін қолданады. Немесе, мысалы, Америкада бізде температураны халықаралық стандарттар жүйесі бойынша кельвинмен аламыз ғой. Ал Америкадағы кейбір жерлерде, кейбір аудандарда, кейбір салаларда Фаренгейт деп алады. Дәл солай тағысын тағы. Осы стандарттар жүйесі арқылы біз бір-бірімізді басқа да елдердегі жұмыстарды түсіне аламыз. Есеп шешу кезінде бір-бірімен түсініспеушіліктер болмайды. Сондықтан осы үшін халықаралық стандарттар жүйесі керек. Және тағы бір айта кететін нәрсе, кез келген есепті шығаратын кезде мына бір метр, секунд, метр бөлінген секунд және килограмм осы бір өлшем бірліктері өте маңызды. Өйткені есеп шығаратын кезде сіз 100 тонна деп алып, қалғандары секунд, метр, секунд, килограммен берілсе, сіз 100 тонна деп алып есеп шығара алмайсыз. 100 тоннаны міндетті түрде килограммға айналдырып алуыңыз керек. Мысалы, килограмм, мысалы, метрді сантиметрмен берсе, мысалы, 100 сантиметр десе, сіз оны міндетті түрде 0,1 метр деп айналдырып барып есепте қолдана аласыз. Өйткені есебіңіз дұрыс шықпай қалады. Алдағы видеоларда, алдағы лекцияларда оны қарастыратын боламыз және оған келесі видеоларда түсінетін боласыздар.